Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Біз жоғары оқу орнындағы білім беру үдерісі және оны жасанды интеллект көмегімен жобалау дәрісімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы қашықтықтан және аралас оқытудың ерекшеліктері. Қазіргі жоғары білім беру жүйесіндегі қашықтықтан және аралас оқыту формалары кеңінен таралуда. Бұл оқыту түрлері білім алушыларға икемділік, қолжетімділік және оқу үдерісін жекелендіру мүмкіндіктерін ұсынады. Университеттер осы форматтарды тиімді қолдану арқылы білім беру ортасын кеңейтеді және оқу үдерісінің тиімділігін арттырады. Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері. Қашықтықтан оқыту мына сипаттармен ерекшеленеді. Уақыт пен орыннан тәуелсіздік. Студент оқу материалдарын кез келген уақытта қарай алады. Цифрлық контенттің басымдылығы, яғни видео сабақтар, цифрлық кітаптар, интерактивті тапсырмалар қолданылады. Және де интернет арқылы коммуникация, чат, форум, видеоконференция. Қашықтықтан оқыту оқытушының да, студенттің де цифрлық дағдыларын дамытуды талап етеді. Аралас оқытудың ерекшеліктері. Аралас оқыту дәстүрлі және онлайн элементтерді біріктіреді. Бұл модельдің артықшылықтары теория онлайн, практика офлайн форматында тиімді ұйымдастыру. Студенттердің белсенділігі артады. Жеке және топтық тапсырмаларды үйлестіру мүмкіндігі. Оқу нәтижесін нақты бағалау. Аралас оқытуда оқытушының рөлі бағыттаушы фасилитатор ретінде күшейеді. Қашықтықтан және аралас оқытудың қиындықтары. Технологиялық жабдықталудың жеткіліксіздігі, интернетке тәуелділік, студенттің өзін-өзі басқару дағдысының төмен болуы, академиялық адалдықты бақылау күрделілігі, және де бұл қиындықтарды шешуде жасанды интеллект платформалары маңызды рөл атқарады. Келесі слайдымызға көз жүгіртетін болсақ, жасанды интеллект платформаларын оқу формаларына бейімдеу. Жасанды интеллект платформалары онлайн, офлайн және де аралас оқытуда бірдей тиімді қолданыла алады. Жасанды интеллект оқу үдерісін автоматтандырып қана қоймай, оны жекелендіріп, педагогикалық үдерісті жеңілдетеді. Жасанды интеллект платформаларының оқу процесіндегі рөлі. Жасанды интеллект платформалары оқу материалдарын автоматты құру, деңгейге бейімделген тапсырмалар беру, студенттің оқу динамикасын қадағалау және де жеке ұсыныстар беру сияқты функцияларды орындайды. Мысалы, ChatGPT, Bing AI, Moodle AI және де тағы басқалары. Жасанды интеллект арқылы оқу контентін автоматтандыру. Жасанды интеллект платформалары презентация, тест, силабус, түсіндіру мәтіндерін автоматты жасайды. Сабақ жоспарын бірнеше нұсқада құрастырады. Видеоларды қысқартып, конспект жасайды. Тапсырмалардың баламалы нұсқаларын генерациялайды. Бұл оқытушының әдістемелік уақытын едәуір үнемдейді. Онлайн оқытуға жасанды интеллектті бейімдеу. Қашықтықтан оқыту кезінде жасанды интеллект платформалары автоматты жауап беретін ассистентке айналады. Бейімделген оқу материалдарын ұсынады. Видео контентті автоматты өңдейді, яғни транскрипция, реферат жасау. Және де оқу үлгерімін бақылау жүйесін қамтамасыз етеді. Бұл студенттің онлайн оқуды үздіксіз жалғастыруына жағдай жасайды. Және де аралас оқытуға жасанды интеллектті бейімдеу. Аралас форматта жасанды интеллект онлайн тапсырмаларды күрделілік деңгейі бойынша реттейді. Аудитория сабақтарына дайындық деңгейін анықтайды. Студенттің офлайн сабақтағы белсенділігіне әсер етеді. Оқытушыға студенттің қиындықтары туралы сигнал береді. Креаттік оқытуда икемді білім беру ортасын қалыптастыру. Креаттік технология студенттің оқу жүктемесін дербес басқаруға, пәндерді еркін таңдауға және жеке траектория құруға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект бұл жүйені одан әрі икемді, ыңғайлы және тиімді етеді.
Икемді білім беру ортасының мәні. Икемді орта студенттің өз қарқынымен, өз мүмкіндігіне сәйкес білім алуына мүмкіндік беретін цифрлық педагогикалық жүйе. Оның компоненттері: электронды білім ресурстары, бейімделген оқу платформалары, оқу нәтижелерінің жеке картасы және де онлайн бағалау жүйесі. Жасанды интеллект кредиттік жүйеде пәндерді автоматты ұсыну, оқу жүктемесін есептеу, пререквизиттерді бақылау және де академиялық тәуекелді болжау сияқты процестерді автоматтандырады. Бұл студенттің оқу жоспарын оңай құруына мүмкіндік береді. Жасанды интеллект студенттің қабілеті мен қызығушылығына қарай жеке пәндер пакетін, элективті модульдерді, семестрлік жоспарларды құра алады. Бұл кредиттік технологияның басты артықшылықтарын күшейтеді. Және студенттің өзіндік жұмысына жағдай жасау, яғни кредиттік жүйеде студенттің өзіндік жұмысына жасанды интеллект болады. Жасанды интеллект материалды түсінуге көмектеседі. Күрделі тақырыптарды қысқаша түсіндіреді. Дайындық жоспарларын жасайды және тапсырмаларға бағдар береді. Бұл студенттің өзін-өзі оқыту мәдениетін нығайтады. Жалпы қорытындылай келе, қашықтықтан және аралас оқыту формалары қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігіне айналды. Жасанды интеллект платформалары осы оқу формаларын қолдап, оқу контентін автоматтандырып, студенттің оқу әрекетін талдап, жеке траектория құрғанда маңызды рөл атқарады. Бұл форматтар білім алушыларға икемділік, қолжетімділік және жекелендірілген мүмкіндіктер береді. Кредиттік оқытуда жасанды интеллект қолдануымен икемді білім беру ортасын қалыптастыру, студенттің өз қарқынымен оқып, жоғары нәтижеге жетуіне мүмкіндік береді. Бұл заманауи жоғары білімнің тиімді әрі инновациялық моделі болып табылады. Келесі слайдта пайдаланылған әдебиеттер тізімін көре аласыздар. Осымен бүгінгі слайдымыз аяқталды. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан тамашалай аласыздар.